Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайып тұранасы. Мен бүгінгі видеода Қасым ханның өмірі туралы айтып беретін боламын. Қасым хан 1445 және де 1521 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақтың ұлы хандарының бірі. Қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі Әз-Жәнібек ханның ортаншы баласы және Шайбанидтер мемлекетінің ханы. Мұхаммед Шайбани ханның бөлесі. Оның ізбасары Мамаш хан. Діні ислам, суннизм. Оның дүниеге келуі 1445 жылы көшпелі өзбек хандығынан дүниеге келген. Ал қайтыс болған жері Сарайшық. Сол Сарайшық қалада жерленген. Жұбайы Қанық Сұлтан ханым, Сұлтан Нигар ханым. Анасы Жаған Бегім ханым, әкесі Әз-Жәнібек хан. Балалары Мамаш хан, Хақназар хан, Әбілқайыр сұлтан. Шешесі Жаған Бегім ханым Шайбани әулетінің атақты Мұхаммед Шайбанидың інісі Махмұд сұлтанның туған сіңлісі. Қасым хан атақты хан болған. 70-90 жылдары Қазақ хандығының сыр бойындағы қалалар мен өңірлер үшін жүргізген күресте белсене қатысады. 15 ғасырда ең кеңінен танылған батырлардың бірі. Ширек ғасырға созылған сыр бойы үшін күресте Қасым хан және Әз-Жәнібек ханның басқа да ұлдары Сығанақ, Сауран, Отырар, Сайрам түбінде бірнеше рет Шайбани хан әскерін тасталқан етіп жеңеді. 15 ғасырдың 90 жылдары жасалған бейбіт келісім бойынша Қазақ хандығынан Сығанақ пен Сауран өтеді. Бұл қалаларда Жәнібек хан ұлдары билік жүргізеді. 15 ғасырда Мәулен ақырды бағындырып үлкен күшке ие болған Мұхаммед Шайбани хан 1506 жылы және де 1510 жылдары үздіксіз 4 рет қазақтарға жорық ұйымдастырады. Бұрындық хан Шайбани ханның алғашқы 3 жорығына тойтарыс ұйымдастыра алмайды. Оның беделі төмендейді. Ал жазба деректерде бұл кезде Қасым хандық билікте болмаса да оның беделді ханнан күшті болды дейді. Және өзін дербес ұстау үшін Бұрындық ханнан алыста көшіп қонып жүр делінеді. 1510 жылы, яғни 16 ғасырдың 10 жылдары Шайбани ханның соңғы 4-ші жорығы Ұлытау өңіріндегі Қасым ханның жолына бағытталады. Қасым хан әскері Шайбани хан әскерін тасталған етеді де жауды сыр бойынан қуып шығады. Осы жеңістен соң ешкім де Бұрындық хан туралы ойламай Қасым хан билігін мойындайды. Бұрындық болса Самарқан жаққа кетуге мәжбүр болады. 1511 және 13 жылдары Қасым хан Шайбанилер ісімен айналысады. 1512 және 13 жылы ерте адам келіп Сайрам қаласының әкімі Қаттабектен Қасым хан билігін алу сұрайды. Қасым хан Қаттабектің ұсынысын қабыл алып, ол жақта бір әмірін жібереді де өзі Тараз жаққа бағыт ұстайды. Қаттабектің ұсынысымен Қасым хан Ташкентке жорық жасайды. Ол жорықта Шу бойында Қасым хан 1513 жылы бастайды. Ол соғыста да Қасым хан әрине жеңеді. Сөйтіп Қасым хан 1521 жылы қаза табады. Ол сөйтіп Сарайшық қаласында қаза тауып, Сарайшық қаласында жерленеді. Бүгінгі видео Қасым хан туралы болды достар. Егер де видео ұнаса лайк басыңыз және арнаға жазылып қоңырау басыңыз. Ал ендеше сау болыңыз достар. Келесі кездескенше.